Мысалға, 4 ценовой предложение алынды. 25-те бірінші версияда. Яғни бірінші позицияда бізде мысалға 100 мың теңге, екінші позиция 900 мың, үшінші 900 мың, төртінші 2 миллион. Бұл бағалар 25 жылғы бағалар. Біз білеміз, инфода, база знанияда бізде расценкалардың бәрі материалға, перевозка, машинаның бәріне 20 декабрьдің 24 жылғы декабрьге берілген. Яғни біз оны расчет жасағанда бір бағаға келтіруіміз керек. Яғни мына бағаны біз аламыз да 24 жылға келтіреміз. Ол үшін мышканың оң жағын басып, поправка на приведение цены к базисным ценам деп келтіреміз. Біз мысалға бірінші расценка бірінші кварталда алынды делік, продолжить. Екінші расценка екінші кварталда алынды делік, 25 жылы. Үшінші расценка 25-тің үшінші кварталына алынды делік. Төртінші расценка 25-тің төртінші кварталына алынды делік, мысалдар ретінде. Енді бізде баға өзгерді. Бірінші кварталда бізде 100 мың болған, 98.100 болды. Екінші кварталда 900 мың болған, 866.700 болды. Не себептен? Мына жерде жаңағы енгізгеніміз бойынша, міне бізде коэффициент применяться етілді. Яғни бұл тұрған бағаны 24-ке келтірдік. Мына жерде тоже бүйтіп ашып қарасаңыз, міне бірінші квартал 25, екінші квартал, үшінші квартал, төртінші кварталдың коэффициенттері применяться етілді. 3 пен 4-те неге өзгермеді? Себебі бірінші июльден бастап бізде бағаның бәрі обновляция етіледі 25 жылғы бойы болып. Расчетқа жіберейік. Сонда бізде расчетқа жібергенде, міне шинный мостымыз 0,981 коэффициенті применяция етіліп, 100 мың теңге деген бағаны, 25 жылғы бағаны 98.100 деп 24-ке келтірді. Екінші расценка бойынша, екінші кварталда алынған 900 мың деген бағаны 0,963 деп 2024 жылғы расценкаға келтірді. Үшінші мен төртіншіде бір коэффициент равно, себебі бізде бірінші июльден бастап коэффициенттердің применяция етілмейді, өйткені ол бірге тең 25 жылғы баға 2025.7 дегеннен бастап 25 жылғы баға енгізілетін болады бүкіл расценкаларға.